Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге панкейк дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге 2 жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 1 шай қасық ас содасы, 3 ас қасық шекер, 1 стакан ұн және 1 стакан айран қажет болады. Бірінші болып жұмыртқамызға тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен шекерді салып, шекер ерігенше араластырамыз. Үстінен айранды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымызға соданы қосып, 2 бөлікке бөліп саламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Табамыздың астын майламаймыз, осы күйінше, құрғақ күйінше құя береміз. Бетінде осындай тесіктер пайда болған кезінде, екінші жағында пісіріп аламыз. Ал достар, біздің панкейктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Негізі панкейкті балмен жесеңіздер де болады, немесе шоколадпен жесеңіздер де болады. Ас болсын.